Сәлем достар! Бүгін өте дәмді әрі хош иісті абрикостан варенье жасайтын боламыз. Персикте де осылай жасауға болады. Тәттілігі мен жемісінің дәмі тамаша үйлеседі. Міне, абрикостан вареньенің қарапайым рецептісі. Бірінші, лимоннан сок жасаймыз. Бір лимоннан осынша сок шықты. Қаламасаңыз, қоспасаңыз да болады. Ал қабығын цедра миксерный чашаға салып майдалап аламыз. 10 секунд 8 жылдамдық. Абрикосты екіге бөліп, сүйегінен тазартып тураймыз. Әрі қарай чашаға өлшеп саламыз. Қант және лимон согын құямыз. Қырық минут 90 градус. Бірінші жылдамдық реверста қайнатамыз. Крышкадағы мерная чашаны алып тастап, оның орнына паровая корзина қоямыз. Хош иісті балғын қою вареньеміз дайын болды. Термомикс чашасының крышкасын пайдалана отырып, стерилденген банкаларға құйып аламыз. Ас болсын. Достар, егер видео ұнаса, келесі видеоны жіберіп алмау үшін каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.